Байлар бай болған үшін шетелге шықпайды. Олар көп шетел аралағандықтан да бай болады. Түсіндірейін. Адам бай табысты болу үшін расширация ету керек. Көп нәрсе көру керек. Ол кішкентай тау, басқа қала, бәрі расширениеге жатады. Мысалы, Алматыда 90% адам Шымбұлақта шаңғы теппеген екен. Ол да расширение ғой, оны любой адам өзіне позволить ете алғанымен, бармайды, көрмейді, жүрмейді, әлемді аралау, шетелге шығу сені кеңейтеді. Себебі ойың өседі, көп нәрсені көресің, үйренесің. Бір шетел 10 кітап оқығанмен тең. Сол үшін шығар Алла Құранда саяхаттаңдар, ризықтарыңды арттырамын деген. Біздің табысымыз біз қабылдаған шешімдерден құралады. Біздің өміріміз ортамызға байланысты өзгеріс табады. Сол мақсатта біз орта клубпен жылына 3-4 мәрте шетелге баруға тырысамыз. Опыт алмасамыз, білім аламыз, мастер-майндтар өткіземіз. Мен де почти әрбір шетелге шыққанда запроспен барамын. Адам расслабленный состояниеде жүргенде ең мықты шешімдер келеді. Мен соған сенемін. Біз ортамен Грузияда, Таиландта, Турцияда, Египетте болғанбыз. Ал бұл жолы біз өзім көптен күткен Балиге бара жатырмыз. Серфить етеміз, кайф болайын деп тұр. Бали трансформация мекені дейді. Алла қаласа мықты бір идеямен келемін деп отырмын. Балиге 20 кәсіпкер бара жатырмыз. 16 адам орын толды, 4 орын бар. Қызық поездка болғалы тұр. Бізбен барамын десеңіз, соңғы 4 орынның бірін аламын десеңіз, профильде сілтемеден өтіп, толық ақпарат алсаңыз болады. Негізі әрбір адам саяхаттауға ақша табады. Тек өзіне рұқсат беріп, саяхатты расход деп емес, инвестиция деп қарай алса болды.